Егер мен сенен сұрасам, егер мен саған айтсам, ертең сен өлесің. Сен ертең өлесің, әрі оған сенімдісің. Кәне, бұның шындық екенін елестет көрейікші. Сен ертең өлетініңе түгел 100%-ға сенімдісің. Сенің ойыңа не келеді? Сен не істейсің? Не жасайсың? Не туралы ойлайсың? Мысалы, барлық қаза қылған намаздарың туралы ойланар ма едің? Әлі күнге төленбеген зекеттерің туралы ойланар ма едің? Табысыңды халал не харам жолмен жиғаныңды алар ма едің есіңе? Өкпелеткен адамдарың туралы ойланар ма едің? Жаман сөз айтып ренжіткен адамдардан кешірім сұрау керектігін, жәбірлегендеріңді, біреудің ақысын жегеніңді, өз атанаң туралы ойланар ма едің? Оларға, жұбайыңа және балаларыңа қатысты қаншама қателіктер жібергеніңді, жанұяңмен, туғандарыңмен қарым-қатынасыңды, өзіңнің әрбір жіберген олқылықтарыңды ойлайсың. Жеген асыңды, қаншама мен білген адамдар, жас адамдар, субханаллах, мен білген, бірақ қазір арамызда жоқ. Соңғы сол өлімдердің себебі тыйым салынған азық болып еді. Өмір мақсаттарға толы. Егер сіз олардан мақсат туралы сұрасаңыз, ертең олардың өлетіні анық болғанмен де, олар сізге былай деп жауап берер еді. Ертең өлуіме мүмкіндік бере алмаймын. Аллахпен кездесуге мен әлі дайын емеспін. Ондай адамға қандай ой келмейді дейсіз? Олардың бар өмірі өзгереді. Олар келесі өмір туралы ойлана бастайды. Ертең өлетте Аллахпен Субхан ва Тааля кездеседі. Өзінің амалдарын, әрекеттерін қалай түзетуді ойлайды. Бір сәтте оған маңызды болған, бұл пендешілік өмірде уайым тудырған нәрселер, мысал үшін, оларда ренжіткендер, тіл тигізгендер, көңілін қалдыртқандар, аяқ астынан бәрі де барлық мәнін жоғалтады. Бұл кімді толғандырады? Қазір өзімнің әрекеттеріммен оңаша қаламын. Өзіммен өзіме жауап беруге. Мен кімді ренжіттім? Кім туралы мен артық айттым? Кімге мен тиістім? Кімнің құқығын мен алып қойдым? Кімнің құқығын мен бермедім? Менің құқығым қайда? Өзім туралы ойлана бастаймын. Аллах тағаламен ант етемін. Бұл бізге қажет, келешек өмірге деген нағыз сенім. Аллах Субхан ва Тааля Құранда былай дейді: өлім алда сәт келеді. Ол ақиқат, күмәнсіз. Неге Аллах Субхан ва Тааля былай айтады? Аллах бізге айтады: бұл сөзсіз әрбір пендемен болатын жайт әрі дәлел қажет етпейді. Өйткені басқа аятта Аллах оны Иякын деп атайды. Иякын шүбәсі жоқ нәрсе дегенді білдіреді. Бұл жарық дүниеде ешкімде оны теріске шығара алмайды. Иякын ол күмәнсіз жайт. Атеист те, мұсылман да, христианин де, иудей де, басқа да мойындайды. Ажал, ол ажал, және ол әркімге де келеді. Сонымен Аллах айтады: өлім алды сәт келеді. Ол ақиқат, күмәнсіз. Әр уақытта адам ажалдың келерін біледі. Бірақ Аллах не боларын еске салып отырады. Сонымен ажал келеді. Шынымен де. Енді жай ғана елестет, ол болды деп. Аллах өткен өміріңді айтып, сені мазаламайды. Ол саған қазір өлім туралы ойлануды ұсынады. Тап қазір. Бұл қазір мән мағынасы бар жайт. Сен демалысқа шыға аласың, мейрамдарға бара аласың, аспанға ұша аласың, сен қалаған нәрсеңнің бәрін де жасай аласың. Дегенмен де, ақыр аяғында бәріміз, сен де, мен де, міндетті түрде бірақ нәтижеге келеміз. Қандай нәтиже? Өлім. Ешкім де одан қашып құтыла алмайды. Бәріміз де соған келеміз. Өзен іспеттес. Бастауын бір жерден алып, соңын бір жерден аяқтайтын.